Ассаламалейкум, мұсылмандарым. Мына дүмші надан имамдардың арқасында көптеген жас жігіттер неке жасар кезде инфаркт болудың алдында қалуда. Бұған ең бірінші дүмші надан имамдар кінәлі. Өйткені олар уағыз айтқан кезде жұма сайын жастарға түсіндіріп айтса, мұндай болмас еді. Мен махр туралы тоқталып кетейін деп отырмын. Екі жас туған туысқандарының ортасында отырып, қаншама адамдардың ортасында отырып неке жасайтын кезде имам қыздан махрға не сұрайсың дейді. Қазіргі қыздардың бәрінің ақымақ екенін білесіздер, милары жоқ, иман жоқ. Отырып маған махрға машина берсін дейді, немесе квартира берсін дейді. Мұны естіген жас жігіт инфаркт болып іздейді. Өйткені ол қарызға, той жасауға қарызға, не кредитке ақша алып, әзір күн көріп отырған адам квартираны қайдан алып берсін. Осыдан кейін мұндай үйленген жастардың өмірі ұзаққа бармайды. Кейіннен ажырасып жатады көбінесе. Сондықтан да дүмші имамдарға айтатыным, жұма сайын жастарға уағыз айтқан кезде уағызда осы махр туралы айтыңдар. Мына жастар алдыменен имамның алдына келмей тұрып, неке жасамай тұрып, бірімен бірі махр туралы келісіп алсын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям кезінде махрдың орнына кедей жігітке темір жүзік бер деп айтқан. Ал тағы біреуге егер түгің болмаса беретін Құранның аятын оқып бер деген махр ретінде. Сондықтан да мен қыздарда, әйелдерді тыңдап отырған шығар. Сендерге де айтарым, ұят болу керек адамда. Ұялыңдар, Құдайдан қорқыңдар. Алла жазса, бақытты болып өмір сүрсеңдер, Алла Тағала кейін сендерге машина да береді, үйді де береді. Сондықтан да жас жігітті, болашақ күйеуді қинамаңдар, махр сұрап, көп ақша сұрап. Аз сұраңдар. Мысалы, менің екінші әйелім менен махр ретінде тойға келді, көйлек сұраған, жай ғана. Ал енді сендер квартира, машина сұрайсыңдар. Сондықтан да ойланыңдар, Құдайдан қорқыңдар.